Қордай ауданындағы шекара бөлімінде запастағы әскери қызметшілер қайта бас қосты. Қару асынып түрлі жаттығуды жасаған олар әскери машықты қайта дамытуға күш салған. Бұл қаз-қатар тізіліп тұрған сап бұрынғыдан өзгерек, себебі мұндағылар запастағы әскери қызметшілер. Олар 30 күнгі қызметтерін тастап, иықтарына қару асынып, отан қорғап жүр. Осы 30 күн ішінде азаматтар саптық, тактикалық, ұрыс дайындықтарын қайта пысықтамақ. Мәселен, кеше түрлі кедергілерге толы 10 шақырымды артқа тастап, атыс дайындығында тапсырыпты. Осы 2026 жылдың жаз айында, яғни тамыз айында бір айлық запастағы әскери қызметшілермен жиын өткізілуде. Қазіргі таңда Қордай ауданы бойынша шекара басқармасында бір айлық жиын толыққанды өткізілуде. Бұл жерде далалық атыс жаттығулары, тактикалық дайындық, атыс дайындығы және де радиациялық, химиялық, биологиялық сабақтар өткізілуде. Әскерилер түрлі кезеңдерді артқа тастап, бірде жер бауырлап жүрсе, келесі бір нүктеде жаралы жауынгерге көмек қолын созды. Тіпті биік тік жартасқа да көтерілді. Қоса кетейік, жалпы бір айлық оқуға тамыз айында 90 запастағы әскери қызметші шақыртылған. Солардың қатарында бұрын банк саласында еңбек еткен Руслан Сұлтанбаев та бар. Айтуынша, оған 1414 нөмірі арқылы хабарлама келген соң әскери комендатураға қайырылыпты. Мамандар мән-жайды түсіндіргеннен кейін ол борышын өтеуге бел буған. Бұл жерде барлығы ойдағыдай болып жатыр. Өзіміз күткеніміз осындай болып еді. Марш-бросок деп атайды ғой енді орысшалай. Сол ойдағыдай өтті бізде. Әртүрлі бізде қанша бір 6-7 бізде испытаниялар болды. И соны ойдағыдай өткіздік. Ешқандай бізде жарақаттану, ешқандай қалып қалу, барлығымыз бір отбасы ретінде өттік. Айта кету керек, запастағы әскерлер қайта шақыртылған соң жұмыс орындары сақталады. Бір айлық жиынға қатысқандар үшін жалақыда төленетін көрінеді. Нұрбақытым Сатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.